Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен банановый карамельный пирогтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді және күшті болып шығады. Піскеннен кейін аз уақытқа, яғни бір күнге холодильникке қойып қою керек. Мен сіздерге піскеннен кейінгі алған үнді көрсеттім. Ол үшін алдымен майымызды, яғни сары май болсын, маргарин болсын аласыздар. Соны ұнға қосып, яғни азғантай қамыр қосып отырып, біз қамырын дайындаймыз, яғни тестісін дайындаймыз. Өте песочный күшті болып шығу керек. Яғни майы көптеу болса, өте өгілмелі, сондай күшті болып шығады. Сол үшін мен осындай қылып алдым. Керемет күшті болып тұрды. Бұған азғантай қант қосамыз, яғни көп қоспаймыз, өзі онсыз да болып кетеді. Сол үшін азғантай қант қосамыз. Одан кейін бір жұмыртқаны жарып, оны да қосып, қолымызбен үйіп отырып, керемет осындай пирогымыздың песочный несін шығарамыз, яғни қамырын дайындаймыз. Осылай қолымыздың көмегімен әдемілеп отырып, қамыр бастырып шығамыз. Өте жұмсақ болып шығады, майлы, күшті болып шығады тестісі. Осылай қамырды дайындап болдым. Енді осыны аз уақытқа, яғни салмасын дайындап алғанша алып қоямыз, алып бөлек қойып қоямыз. Оған дейін біз қамырымызды, енді пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен яғни қаймақты алдым, 20% қаймақты алып, одан көп қоспадым, 1-3 қостай қостым, яғни салмасы молдау болу үшін граммына да қарап салуға болады. Оған енді мінекей осындай қою варенка қосамыз, яғни салмамыз күшті болып тұру үшін осы варенкамызды, қою варенкамызды қосамыз. Бұдан да осындай бірде-бір қылып екеуін, яғни 3-4 қасық қоссам, 3 қасық, бұдан да сондай 3-4 қасық қылып, бірде-бір пропорциямен, яғни қосуымыз керек. Одан кейін бұған керегі бізге енді крахмал, жүйелі крахмалы, кукурузный крахмал, одан да қосамыз. Мен енді көп қоспадым, бір қасықтай қостым, осыны қосамыз. Оған енді жұмыртқамызды қосамыз, яғни 2 жұмыртқаны қостым мен. Одан да көп қосамыз десеңіз де болады. Мен 2 жұмыртқа қостым. Осы 2 жұмыртқаны қосып, бәрін араластырып, бір келкі масса болып шыққанша бәрін бір араластырып шығамыз. Миксердің көмегімен болсын, блендердің көмегімен болса да араластырып беруге болады. Немесе осындай қолының көмегімен меншікпен бір келкі қылып араластырып шықпау керек. Осындай қою масса болып шығады. Одан кейін тестімізді алып, яғни қамырымызды алып, оны біздің формамызға жайғастыра бастаймыз, яғни бәрін бір келкі қолымыздың көмегімен, менікі 26 диаметрлі формам, соған қолымыздың көмегімен осындай қойып шығамыз. Енді дайын болған формамыздың тестін салып қойып, одан кейін бананымызды алып, бір бананды алдым, мен бір бананды алып, шағын кусоктарға бөліп шықтым да, барлығын осы қамырымыздың бетіне салып шығамыз. Осылай барлығын салып шықтық, бір келкі қылып, барлығын турағанда да бір келкі қылған дұрыс екен. Негізінде менікі әртүрлі болып кетті, үлкен кіші болып, сондықтан бір келкі қылып тураған дұрыс екен негізінде. Одан кейін дайын болған салмамызды, яғни массамызды осының үстіне үйіп, барлығын бананымыз осында көрінбейтінді бір келкі қылып құйып шықтым. Осындай болып шықты. Осыны енді 180 градуста жарты сағатта пешке қыздырып тұрған пешке пісіріп алдым. 180 градуста пісіреміз. Одан артық болса, бірақ әркімнің пеш әртүрлі шығады дегенмен. Енді осындай болып шықты. Дайын қамымыз, пирогымыз өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетуді ұмытпаңыздар.
ас болсын сіздерге де.